Баяғы өткен заманда сабырсыз, күйгелек бір жас жігіт өмір сүріпті. Бірде әкесі оған шеге толы қап әкеліп, өз-өзіңді ұстай алмай ашуға мінген кезіңде осы шегелердің бірін алып, қақпаға шегеле деп бұйырыпты. Бірінші күннен-ақ қақпаға бірнеше ондаған шеге қағылыпты. Ал келесі аптада әкесі ұлының біраз сабырға келгенін оның қаққан шегелерінің санынан байқаған екен. Алғашқы күндердегідей емес, әлде қайда азая түсіпті. Осылайша күн өткен сайын қағылған шегелердің саны кемей беріпті. Жас жігіт шеге қаққаннан гөрі сөзге келіп ұстамды болудың артық екенін түсіне бастапты. Біраз уақыт өткеннен кейін қақпаға мүлдем шеге қағылмаған күнде туылыпты. Ұлы бұл жақсы жаңалықты әкесіне айтады. Сонда әкесі енді ашуға мінбей өз-өзіңді ұстай алған әрбір жағдайдан кейін қақпаға қағылған бір шегені суырып тұр деген екен. Баласы әкесінің айтқанын орындап жүреді. Біраз күннен кейін қақпада бірде-бір шеге қалмапты. Мұны көрген әкесі баласын қақпаның алдына ертіп әкепті. Сөйтіп, қарашы балам, шұрық тесік қақпада үңірейіп шегенің іздері ғана қалыпты. Енді ол ешқашан бұрынғыдай бір қалыпты тегіс болмайды. Адамдарға ауыр сөз айтып, ренжітпестен бұрын осы қақпаны есіңе ал. Ауыр сөз ағашқа қадалған шеге сияқты жүректі де үңірейтіп ізін қалдырады. Сен қанша кешірім сұрасаң да, тіпті ол адам кешірсе де, жүректегі тыртық көңілге түскен қаяу жазылмайды, мәңгі қалады деген екен.